столдың жиналып тұрғандағы ұзындығы 2,5 метр, ені 1,2. Созылған кезде 3,5 болады. Салмағы ауыр, лакталған, үйдегі бар наждакпен бетіндегі лакты алып тастадым. Сосын жақсылап тұрып спиртпен сүртіп алдым. Түсі күңгірт болғандықтан 4 слоймен боядым. Бұл жолы дюлекс краскасымен емес, ең алғаш ас бөлмесінің есігін ысырлаған красканы сатып алдым. Белый домдікі. Иесі жоқ, тез кебет. Красканы ең алғаш пайдаланған кезде өзіме ұнаған, сосын комментарийді сарғайып кетеді дегеннен кейін дюлекстің 9-10 мың теңгелік бояуларын алғанмын. Таза ағашты бояйтын болсақ, оны грунттаудың қажеті жоқ екен. Сарғайып тұрған батареяларымды да бояп алдым. Камераға түсіргенде осылай көрінгенмен өте жақсы боялған. Қабырғаны столда ашық түске бояғаннан кейін бөлме кәдімгідей жарық болып қалды. Толығырақ көргіңіз келсе, профильге өтіңіз.